Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме есеп дәптеріндегі есеп. Зағила түс қайта жалғыз қызының жыртылған етігін жаматпақ боп етікші күркесіне келген. Жапар жалғыз екен. Түстіктен ерте келген сыңайы бар. Бет аузы сіңкі жігіттің онсыз да қысық көздері жұмылып, құдық түбінен көрінген судай жылтырайды. Сақал мұртын қыруға да уақыты болмағаны ма, түктер тікірейіп домбыққан жүзіне қадау-қадау болып өскен сексеуілдің шырпысындай андағай. Қайырлы күн келіншек, деді ол етіктен басын көтермеген күйі сәлемдесіп. Әлдекімнің етігінің қоншына қолын тығып жіберіп, біздің сумаңдатып әлек. Сәлемет бол кербез жігіт, деді Зағила жігітке жарамсақтанып. Үйтпегенде қайтсын, ертең жалғыз қызы Нұргүл мектепке бару керек. Бүгін сабақтан қалды. Балалардың жәрдем ақысына алып берген шолақ етікті жайрағыр 10 күн киіп шоңқитып тастапты. Ақша деген біріне тартсаң біріне жетпейді. Міне бүгін Зағила тесік қалта. Анау Мәкен деген қатында пәле болды. Қарызды беріп ап, ақшамды қайтар деп жер тепкілеп отырғаны. Осы бір қуарақ дегенді бір бастасан қоя алмайсың тегі. Зағила өзі де Құдай алдында күнәһар. Бірақ жазығы қайсы. Биыл міне 30-дың екеуіне шығып отыр. Түр десе түрі бар, Құдайға шүкір. Жар төсек ләззатынан артық бұл дүниеде не бар шіркін. Қалғаны адыра қалсын. Еркектерді айтамын-ау, ынтызарлық пен әуестік пе, әлде көз доймас қомағайлық па, өздерінің сұп-сұлу әйелі бола тұра, жат төсегін аңсап, өле жаздайды. Бұйымтайыңды айта отыр, келіншек деген үннен Зағила селк етті. Басы шың етіп, жан-жағына алақ-жұлақ қараған, өзі де байқамай қалды. Жаныңда жігіт отырғанда, келіншек көрінгенге көз салмас болар. Оның да жөн, сәл шыда. Қазір товар келіп қалар. Түскі тамақтан әдейі ерте келдім. Солай де Жапар. Етікші жұмысын әрі қарай жалғады. Зағила жымың етті. Әлгінде ғана қабырғаға жапсырылған көп суретті жағалай қарап шыққан. Жапар көз астымен бақылап отыр екен. Тағы да аржия күлді. Осы сәтте есіктен еңгезердей боп мұртты еніп келе жатты. Есіктің маңдайшасына басын соғып алды ма, кім білсін, боқтай кірді. Тфу, сволочь, есігі де маған жау. Бейтаныс адам жан-жағына сұқтана қарап алып, ернін бұлтитқан Жапарға дүңк етті. Әй, жапалақ сәлем, деді, қос қолын бүйіріне таянған күйі. Семіріп кеткенсің бетегі, жөндеп сәлем де бермейсің ғой. Жасы 30-дардағы жігіттің өктем сөйлеуі Жапарды дір еткізді. Кешір бауырым, семіруге қол тимей жатыр, деді ол, орнынан апыл-ғұпыл тұрып, қолын бейтанысқа ұсынып. Бейтаныс Жапардың қолын қағып тастап орындыққа отыра кетті. Сен мені танымаған сияқтысың ғой. Неге? Сен тығын емессің бе? Әй, жапалақ, байқап сөйле. Бұл жерде басқа адамдар да отыр. Иә, сен Айдарсың, кешір. Міне енді таныдың. Зағила алғашқыда төбелесіп қалар деп шошып кетті. Жылан көзді, боз мұртты, қоңқақ мұрын, ерінді жігіт құдды құбыжық сияқты екен. Зәрлі жүзінде менсінген пиғылы, қитығып көзі өктем кесек-кесек шығады. Желісінен жаңа жұлған қиярдайсың ғой, деді Айдар. Тағы да жер астынан шыққандай гүр етіп. Бет аузың семіріп кетіпті. Дәл осы жерде қателесесің тығын. Тойст, Айдар. Мына бикеш кім, деді Айдар енді. Зағилаға жымия қарап. Нағыз кадр. Ол менің жекеменшік жеңешем, деді Жапар. Тек тұрмай. Қой, өзі үріп ауызға салғандай әдемі екен. Әбәлем, таңдайын тақылдады ма? Көздің құрт екен, өзі сөйлемейтін келіншек пе? Деді Айдар келіншекке сұқтана қарап. Менің жеңешем сен қызықсын деп әдейі үндемей отыр. Пах, онда қызығып қарай берейік. Дүрденелі жігіт көздерін жылмыңдатып, Зағиланың бас аяғын түгел тінтіп шықты. Ағамыз қызғаншақ емес пе? Осы бір сәтке дейін Зағила үнсіз отырғысын жөн көрген. Әйел затының да кейде осындай бір қылықтары бар ғой. Көздерін бір нүктеге бағыттап қылымси отыра қалған. Шыдамы осы жерге келгенде шарт үзілді. Тергеуші емессіз бе, деді Зағила мырс етіп. Құдай сақтасын, ондай сөзді иттің етінен жек көремін. Сіз менің сұрағыма жауап бермедіңіз. Керек болса сол ағаңыздан сұрап білгеніңіз жөн болар. О несей? Зағила сөзін үзілтіп бітірді. Ағаң ұзақ командировкаға кеткен, Айдар. Қазір жеңгем менің меншігімде. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда, деді. Бұл екі ортада сөзге кіріскен Жапар. Танысайық, менің есімім Айдар. Етегінен күзелген боп-боз жалпақ сақал мұрты көптен қырылмағандықтан бурыл екке желімдей салған жамау сияқты. Шодырайған екі беттің ұшар биігі де ойдым-ойдым қылтанақ түк.
тоқпақтай 40 түрлі көгала жазуы бар, қолдың сырты да, саусақтың буыны да сояудай қылшық, ширатып өрсе де болғандай, тек сызат түспеген маңдай ғана, әлденеге лоқсып тұрғандай көз шара сығызарып, боталап кетіпті. Бұл ек ортада Зағила деген үн шығып қалды. Зағила тамаша есім. Жалпы мен аты зыдан басталған келіншектерді жақсы көремін. Құдай сыдан сақтасын. Оныңыз қалай? Ажырасып кеткен сұр жыланның аты Сәлима. Мені соттатқан сол кәпір ғой. Зағила шоршып түсті. Қолын жұлып алғысы кеп тартынып еді, жүндес қол босата қоймады. Жаным жәннатта тұрғандай деді Айдар, өз еурей күліп. Ернінен ет кесіп алатындай екен. Әй Айдар, саған жөн болсын. Есіктен келіп төр менікі деуіңе түсінбедім деді. Шыж-пыж Жапар. Әлгі біздің физик нүкен мұғалім айтушы еді. Оң заряд теріс заряд тартады деп. Онысы несей? Жапар лып етіп есіктен шыға жөнелді. Айдар Зағилаға еміне барып, орындыққа отыра кетті де, қапсыра құшақтап, ерніне жабысты. Ятай, жіберсеңші деген үн шықты. Біреу кеп қалады. Айдар есін жиып алды да орнынан атып тұрды. Айдар, мен үйге барып қуырдақтата берейін. Аш өзекке түсіп кетер. Жапалақ екеуің бір-бірлеп келе жатарсың. Ана қаптаған терезелердің бәрі телевизор. Қызылауыз өсекші қауымының табасына қалармыз деді Зағила, осы сәт бұрқыраған шашын жиып жатып. Айдар орнында қалшиған аң-таң күйі тұрып қалды. Құды жыланғар болған торғай дерсің. Зағиланың осы жігіттің арыны тым жақсы екен. Осы жерден жылыстап, көретін көресімді үйде көрейін деп пайымдағанын ол ұққан жоқ еді. Зағила иығын қиқаң еткізіп есіктен шыға жөнелді де, Айдар ойланып тұрып қалды. Содан соң жүзіктің көзінен өткенде әдемісін-ай деп, ернін бір сылп еткізді. Қыр мұрныңды, қой көз, бидай өңді, сыңғырлап тұрған сыбызғы сияқты. Жесір келіншек. Не жазып қойды екен тағдырға? Күйеуі өлген ғой шамасы. Алғабас ауылының әкімі Мерекенов таң бозынан аудандық ішкі істер бөліміне телефон соққанда Нұрбеков кезекшілерді тексеріп, орын ауыстырып жүрген. Кезекші милиционер Нұрбековке телефон трубкасын ұсынды. Әкімнің даусы ащы шықты. Атып кетіпті деді қарлыққан дауыс. Жамбасына тиіпті. Жап-жас жігіт екен. 4 ірі қарасын айдап кетіпті. Тірі ме? Тірі. Орнынан қозғамадық. Біздің ауылдікі. Аты жөні Тоқан Есімбеков. Маңында ешкім жоламасын. Біз қазір жетеміз. Әп-сәтте жетіп үлгерген Нұрбеков ауылдың шеткі бетіндегі өз үйінің ауласында жатқан жаралы жігітті бірден ауруханаға жөнелтті. Қылмыскер жемтігін кәдімгі қос мылтықпен атқан. Бытыраның топтасын түсуіне аға тергеушінің көзіне умаждалған қағаз бірден түсе кетті. Қолының ұшымен ұстап қол орамалына салды. Патронның оңғысынан түскен қағаз. Нұрбеков осымен екінші рет осындай қағазға тап болып тұр. Осындай аз ғана күн бұрын сөгеттік оперативтік мал қыстағында да осындай бір оқиға өткен. Түннің бір кезінде мал қораның қарауыл күркесінде жатқан күзетші қойбаға ұрып шабалана үрген ит даусынан оянып сыртқа шығады. Айсыз қараңғы түнде бұқпантайлап қора есігіне жақындап келсе, топырлап жүрген сиырларды көреді де, өз көзіне өз сенбей қалт тұрып қалады. Шындығында әйелі Жәмила екеуінің кешкісін бордақыда тұрған топ сиырды суғарып әкеліп, қораға қамағаны анық. Шомбал қара құлыпты да тексеріп салған. Мұнысы қалай? Сөйткенше ат дүбір естілді. Ұры дейді ішінен күбірлеген Қойбағаров. Қаруын күркеге тастап кеткеніне өкінген ол, бұрылып жүргенше жалғыз атты таптап кетерде жақындап қалғанын сезеді де айқай салыпты. Артынша мылтық атылды да есінен танып құлап түседі. Болған біткені сол. 21 сиыр қолды болған. Ізінше жеткен іздестіру тобының тапқаны да осындай бір умаждалған патронның оңғысынан түскен қағаз. Ұры өтке әккі. Тау тасқа әуес, тасты жерден із кесу қиын. Мына қылмыскер асқындап барады ғой өзі деді. Нұрбеков күбірлеп, көп жортқан қасқыр қанша бір әккі атансаң да қақпаға түсерсің. Қас қарая Зағиланың үйінде қызық думан басталып кеткен еді. Алдымен 4 бөтелкені құшақтап Жапар жетті. Есіктен қуанышын білдіре әзілдей келді. Теңіздің суы тобықтан келмейді жеңеше деді ол кірген бойда. Әй жеңеше, өзің тура көгілдіріндейсің. Өткен кеткен өзіңе көз салмай өте алмайды. Оның дұрыс-ау, бірақ түрмеде отырғаны маған ұнамай қалды деді. Зағила бөтелкенің біреуін ашып қос стақанға арақ құйып жатып. Қатынды кім ұрмайды? Осы күні күйеуі көзін алартса әйел сотқа баратын заман емес пе? Онда дұрыс екен. Тек сен бүгін байқап ішші. Мақұл, онда жөн. Ана қуырдақ күйіп кетпесін. Араластыра бер. Әйтеуір аузың желіндеп жүрмесін.
О не дегенің? Мені бала деп пең, ондай мінез менің табиғатымда жоқ деп шыр-пыр Жапар. Жарайды, өкпелеме тек. Саған бір сұлуды қазырақ жетектеп әкелемін. Енді бір сәтте есіктен лып етіп Зағила кірді. Біреу емес екеу екен. Бейтаныс бір көруге жүзі бар талдырмаш келіншек. Қасы қалың, көз астымен жан-жағын тінтелеп қарайтын әдеті бар ма? Бірден байқатпағансып Жапарды бастан аяқ шолып өтті. Міне, менің саған ғашық болған қайным, деді Зағила келіншекті білегінен ұстаған күйі Жапардың жанындағы орындыққа әкеп отырғызып. Енді айырылма, сөйтті де сыңғырлай күліп жіберді. Ал құшақта қайным. Жапар бұл екі ортада жеңгесінің бейтаныс келіншекке байқатпай көзін қысып қалған көз шалып қалды да, қолын ғашығының иығына аса салды. Міне жарасып кеттіңдер, деді Зағила, қолын шапалақтап. Іздегенге сұраған. Жапар, деді жігіт қолын созып. Сәния, деді ерні қаймақтанған келіншек үздіге сөйлеп. Стақанға тағы арақ құйылды. Таныстық үшін, деді Зағила. Бұл сәтте табалдырықты еңкейте аттаған Айдар көрінді. Міне, менің де жігітім келді, деді. Алдынан елпеңдей шыққан Зағила. Төрге шық, мырзам. Әу, өздерің менің жоқтығымды пайдаланып шүйіркелесіп қалыпсыңдар ғой түге, деді. Сөйлей көрінген Айдар жан-жағын бір шолып өтіп. Жеңгем де жеңешем де осында екен. Менің есімім Айдар. Дөй қара Сәнияға қолын сөзіп мөлие қарады. Әттең мынандай дөй қараның өзі болсам-ау шіркін. Қыз келіншектің өздері ақ өңмеңдеп сілекейі шұбырады, деді-ау. Жапар Сәнияға көз астымен ұрлана көз тастады. Мына қатында кетар емес, тіпті Айдарды көзімен жеп барады ғой. Әй Сәния, сен шай ғой. Енді осы үйдің келінсің. Жапар менің қайным. Бұл сөздің төркінінде сенің еншің Жапар Айдарға жақындауға қақың жоқ деген меймеурінді танытқан еді. Жөн білетін жеңеше, деді Айдар. Зағиланың сөзін құптап, аш белінен құшақтай жанына отырғызды. Осы сәт есіктен бұрымына бантик таққан Зағиланың аузынан түсіп қалғандай кішкентай қызы кіріп келді де, қабағын түкситіп босағада тұрып қалды. Жаным-ау, бері кел, мұнысы несі, деді. Зағила Айдардың қолын қызға байқатпай сырып тастай орнынан көтеріліп. Қыз жауабы кесімді шықты. Ішпеймін, деді ол. Қабағының жауар бұлттай түнеруі дастархан басындағы шақырылмаған қонақтарды жақтырмағанын білдіріп тұр. Етігіңді ана ағаң жақсылап тұрып жамап беретін болды күнім, деді Зағила. Мен ол етікті кимеймін. Қыз теріс айналып есікке бұрылды. Әй Нұргүл, сен өзің үлкен адамдардың көзінше қалай сөйлейсің, деп екі оттың ортасында қалған шыж-пыж еткен келіншек. Солай, деді де сөз аяғын күтпеген қыз. Сөйтті де басы өксіп жіберді де сыртқа шығып кетті. Сарт етіп қатты жабылған есіктің даусы отырған қонақтарға айтылған қарғыста естілді. Әкесін мен өлтіргендей, о несей, күннен күнге өршіп салуын мұның. Кетті тағы, ана қақпастың үйіне. Қиратып алар мені, деді Зағила, шабаланы дауыстап. Құлағына дейін қызарып, жанары жасқа кептеліп даусы дірілдей шықты. Оперативтік кеңесте тергеу бөлімінің бастығы майор Шокин Нұрбеков бастаған қылмысты іздестіру бөлімінің қызметкерлеріне қатты шүйілді. Оның да жөні бар еді. Шағын ауданда шарқ ұрып ұстатпай қылмыскер жүр. Жасырынбақ ойнап екі күннің бірінде әлдекімді атып тастайды да малын айдап жоқ болады. Бетіне қарап перде жамылған еңгезердей бір пәле. Оқ жараланған 3 бірдей адам аурухана жүзін көріп шықты. Қуанарлығы әзірге көз жұмған ешкім жоқ. Жол бойы тұрған май қызметкерлері де көрмеген. Санитарлық, эпидемиялық орталықтың да сатуға апаратын малға берген анықтама қағаздарды тексерілді. Күдік келтірер дәйек жоқ. Ұзақ жортқан бөрі қақпанға бір түссе керек еді. Бірақ ұры асса әккі. Қорытынды жасар бір айғақ бар. Ол алғашқы екі адамды атқан жерде патронның оңғысынан қалған умаждалған қағаздар. Жыртылған оқушы дәптерінің беті. Қағазды құрастыра есеп дәптері деген сөз шығады. Бұл кімнің дәптері? Ол жұмбақ, қылмыскер бірақ адам сияқты. 5 мектептің бар оқушысының дәптерін тексеру оңай емес. Мүмкін мұғалімдер оқушы жазуын танитын болар. Инемен құдық қазғандай қыруар жұмыс. Онсыз да қылмыс атаулы толып жатыр. 2 күннің бірі ұрлық, зорлық, қала берді пәтер тонау. Шынында дәптер иесі табылған күнде қылмыскер менмін деп өзі айта қоймас. Енді сен менің құдай қосқан қосағымсың, деді. Ертеңгісін төсекте жатқанда Айдар Зағиланы емірене құшақтап. Мына үйдегі дүниені ары-бері төңкеріп, жақсысын алып жаманы лақтыр. Ақша мен емес, ақшаны мен табамын.
Оның жайы келе қояр ма екен? Мен есік көрген адаммын, қызым бар деді. Күрсінген Зағила Айдардың білегіне басын сап. Ал мен бір қатынның басына су құйған пендемін. Құдайға тәубе, әйтеуір бала таппады. Заңды құтылдым. Тағдырдың шыбығы тиіп ана жақты көріп қайттым. Асықтай бір ұл туып берсең болды емес пе? Қызық екен. Несі қызық? Қатырып тұрып шілдехана жасаймын. Өткенді ұмытып, келешекті ойлаймыз деді Айдар. Зағила біраз уақыт үнсіз жатты. Ойына күйеуі есіркеп түсті. Қызғаншақ еді байқұс. Далада қой бағып жүрсе де, қазақ үйдің маңынан атты әлдекім өтсе де, малын тастап шауып келетін. Бәрін бүлдірген қу Тұрарбек. Жеңгелеп есін шығарушы еді. Бөлімшенің зоотехнигі. Есіркеп содан күдіктенетін. Ақыры өзінің түбіне арақ жетті. Күйеуінің көзіне шөп салды. Сонау бірде Тұрарбек мұны құшақтап сүйіп, төсекке сүйрей бара жатқанда есіркеп кіріп келді. Тұрарбек амалын тауып атына мініп қашып құтылды. Есіркеп күйеуі мұны бас көзге қарамай тепкілеп сойып салды. Артынша қойын өткізіп, ауылға көшіп келді. Содан соң ішіп кетті ғой байқұс. Ақыры намысқой бишара асылып өлді. Жапар мен Сания таң бозынан жөн тауып кетсе керек. Төсектерде жиналмапты. Түн жарымында Жапардың арақ іздеп қазан ошақ жақта ақтарғансып жүргенін ұйқылы-ояу сезіп жатқан еді. Одан кейін ұйықтап кетіпті. Тұрып шайыңды қайнат қатын деді, еркелеген Айдар. Мына 3000 теңгені керегіңе жарат. Айдар жастықтың астындағы көйлегінің төс қалтасынан алып санап Зағилаға ақша ұсынды. Осы қуарақтың соңы болсын іштегі. Зағила, әй өзің болмай жатып, әмірге көштің ғой. Әлден аузымды байласаң жетісерсің дей жаздап барып, бұл тілін тістеді. Арақ ішпе дегені ғой, мұнысы дұрыс. Ындыңа берік болғай. 4-ші А класының жетекшісі Бижамал Мұқаш қызы кейінгі кезде Нұргүлдің мінезіне, жүріс-тұрысына назар аудара бастаған еді. Әншейінде жарқылдап жүретін шәкірті кейінгі кезде бұйығы тартып сабаққа бірде келіп бірде келмейтінді шығарды. Сабақ үлгерімі де төмендеп кеткен. Нұргүл қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, пәнаралық олимпияларда ауданға көзге түсіп жүрген оқушы еді. Бұл өзгеріс қарт ұстазды ойландырып бір-екі рет сабақтан соң алып қалып жеке сөйлескен. Нұргүл сыр шашпай қойды. Тек әкесінің шешесі Ақлима жейден қыз шешесі Зағиланың тірлігін естігеннен соң барып жайға қаныға бастады. Әй қарағым-ай, жалғызының көзі кеткен соң бұл қаншық түлеп сала берді ғой. 2 айға жетпей-ақ байсыраған албасты. Шетіні арақ, топырлатып әлдекімді үйіне қаптатады жатады. Әлдене десең, суырдың айғырындай шақылдайды өкпет. Деді Ақлима же көзіне жас алып. Әй қызым, сен де Нұргүлдің екінші анасысың. Бала өсіріп отырған жансың. Ойлай-ойлай миым шаршады. Менің не істеуім керек, а? Ақлима апай сұрақты төтесінен қойып, Бижамал Мұқаш қыздың бетіне бажырая қарады. Апатай-ай, келінді осында шақырып алып сөйлесейік. Мүмкін мәмілеге келер деді қарт ұстаз. Қателеспейтін пенде жоқ. Әй баламай, мен білсем ол уланған адам. Әруаққа тіл тигізбейін-ақ дейсің. Марқұм баламның өзінен де бар. Жылтыраған бетіне қарады. Аст-үстіне түсіп өліп өшіп араққа үйір жасады. Ақыры өзінің түбіне арақ жетті. Несін жасырайын? Құдай-ай, өзі бір шоңайданды жабысқан айықпайтын дерт екен. Оның үстіне осы жақын арада көжірейген біреуге күйеуге тидім деп жар салып жүрген көрінеді. Онысы кім екен? Кім біліпті? Ол да арақтың арқасы шығар. Үйленсін-ау, басы жас. Жолына қарсы тұрған емеспін. Бірақ жүрегім бір жамандықты сезеді. Есікте милиция формалы жас жігіт кіріп келе жатты. Сәлеметсіз бе апай деп күлімсірей жақындаған Бақыт Нұрбеков. Танымадыңыз ба? Бақытпысың, қалыңыз қалай? Бижамал Мұқаш қызы шәкіртінің маңдайынан сүйіп жанына отырғызды. Адасып жүрсің бе, ойпырмау? Сенің де шашың ақ кірген бе? Ал қартаймай көр. Апая өмір орында тұрмайды ғой, дегенін жасайды, деді Нұрбеков сынып жетекшісіне күлімсірей. 15 жыл өте шығыпты апатай. Шынымен сенер деп уақыт өткеніне байқамағанбыз ғой. Бижамал Мұқаш қызы шәкіртіне мейірлене қарады. Тәртіп сақшысымын дейсің ғой, оның өте дұрыс. Ал бұйымтайын айт. Көзіне қарап, көңіліңдегіні ұққан сияқтымын Бақыт, деді Бижамал Мұқаш қызы шәкіртіне қарап. Дәл таптыңыз апай. Нұрбеков өз қалтасынан уықтап ораған жапырақ қағазды алып шығып, парта үстіне жайып салды. Апай, мына жазу сізге таныс па? Бижамал Мұқаш қызы шошына сөйлеп, Нұргүлдікі ғой мына жазу. Иә, ау, маған соныкі.
Бөлекбаеванікі деді жазуына төніп. Тағы да анықтап қараңызшы. Иә, есеп дәптері. Қазір мен тексеруге алып қалған қазақ тіліне арналған дәптерін әкелемін. Нұрбеков елпеңдей басып сыртқа шыққан сынып жетекшісінің соңынан қарап басын шайқады. Әлі тың. Көргеннен қалай жазбай таныды, тек анық болғай. Шәкіртіңе әлі де көмектесер жайың бар екен. Жарайсың Бижамал апай. Міне, салыстырып қарашы. Бір қырана аунатып жазады деді. Анандайдан сөйлеп жақындаған қарт ұстаз. Шынында ұқсастыққа шек жоқ. Тіпті жіңішке қаламмен жазғаны да келіп тұр. Менің Нұргүлім бірдеңе бүлдіріп қойған жоқ па? Әзірге бәрі жұмбақ апай. Солай де. Қорықпаңыз, бәрі дұрыс болу керек. Сіз екеуміздің әңгімеміз осы жерден қалсын апай, деді Нұрбеков. Уақытында бар әңгімені айтып беруге уәде етейін. Бижамал Мұқаш қызы басын изеді. Әйтеуір аман жүр, бақыт. Түн қараңғылығы еңселей басып, ауылға төнген шақта Нұрбеков бастаған жедел топ Зағила үйінің маңын торлауға алған еді. Бүгін екінші күн. Мектептен шыққан бойда Нұрбеков ішкі істер бөліміне кеп бар жағдайды баяндаған. Сарапшының дәлелі Бижамал Мұқаш қызының дәйегімен тура шықты. Жазу Нұргүл Бөлекбаеванікі. Ал оның есеп дәптерінің алғашқы бетін қылмыскер қайдан алып жүр? Елдің естуінше күйеуі өлген араққа әуес Зағила Бөлекбаева жүрісті әйел. Әкім тарапынан бірнеше рет ескерту алып, айып төлесе де үйіне кіріп шығып кетуші әлі толастаған жоқ. Кейінгі кезде осы үйде Айдар есімді жігіт жиі қатынап жүр. Бөтен кооперативіне мал бағады. Бұрынғы әйелін ұрып соққан үшін темір тордың арғы жағын көріп келгеніне 6 ай өткен. Ажырасып тынған. Негізгі күдік осы жанға түсіп тұр. Ара күдік белгісіз бір жаққа кетіп қалатын әдеті бар. Ешкім біліп болмайды. Әр қадамы аңдуда. Болғанмен әзіге күдікті еш нәрсе сездірмейді. Жіптің ұшы тарқалар емес. Телефон шыр ете түсті. Тыңдап тұрмын, деді қатқылын қатқан Нұрбеков. Жолдас аға лейтенант, әлгінде ғана бір адам Бөлекбаеваның үйіне бір нән өгізшені жетелеп әкелді, деді телефоннан. Еңгезердей біреу. Малтүгіловке ұқсайды. Бақылауды күшейтіңдер, сезіп қалмасын. Біз қазір жетеміз. Ауылдағы жарық ереже бойынша сағат 11-де, енді жарты сағаттан соң жанады. Не істеу керек? Малды кештеу түнде алып келуінің сыры неде? Бұл Айдар Малтүгілов пе? Сан қилы сұрақ шырмаған Нұрбеков үйді айналып белгілі тұсқа жақындап келгенде пілте шамның жарығы сығырайып көрінген. Тым-тырыс. Жарықтың жанбағанынан назалы itтердің ауылдың әр тұсын басына көтере үрген естілді. Мен мұндамын, деді сыбырлаған Тайыр. Малды қораға кіргізді. Ата-ана тұста тұр. Тексердік. Мылтық байқалмайды. Болсан қайда, сізге телефонамақ боп, күзетшілер күркесіне кеткен болар. Міне өзі де келді. Жарықтың жанғанын күтеміз, деді сыбырлай сөйлеген Нұрбеков. Алдымен кім екенін білу қажет. Сөйткенше күңгірт сәулені елең еткізіп, есік ашылды да қолына шам ұстаған еңгезердей тұлға зорайып көрінді. Әй Зағила, қораның құлпы бар ма еді, деді гүжілдеген дауыс. Мал ұстамайтын үйде қайдан болсын? Жарылып түседі, деді еркек мақтанып. Өзі шағындау, доп-домалақ. Екеумізге молынан жетеді. Қазір сояйын деп тұрсың ба? Жарық жансын. Қора іш таза шығар. Әп-сәтте жәркемдеп салып, тұзда біліп қоямыз. Ертеңгісін мал шетінен көрінуім керек. Екеуі қора ішіне кірді. Сәлден соң шөп етіп сүйіскендеріне дейін естілді. Ойпырмай, жүрегім дүрсілдеп тұрғанын қарашы. Өзі анық ақ адал малың ба, деді Зағила. Оны несіне сұрадың, жаным? Ұрыға ұқсаймын ба? О не дегенің? Жалпы пәледен 10 қадам алыс жүрейік дегенім ғой. Ақылыңнан айналдым. Айдар, бүгін қонасың ғой. Әрине, сені жалғыз жарым тастап маған не көрініпті? Айдар мен Зағила құшақтасқан күйі үйге беттеді. Қызы үйде емес, әжесінікіне кеткен. Екеуі малды жәукемдеп жатқанда үйге кіруге тырысамын, деді Нұрбеков сыбырлап. Бұлардың үйленгендер рас болды. Әр сөзін мұқият тыңдаңдар. Меніңше бұл мал ұрлық, деді бөлімше инспекторы шыдай алмай. Қолына кісен салайық. Жолдас лейтенант, әліптің артын бағайт. Мүмкін өз малы шығар. Дәлелсіз шаруа дегеніне жеткізбейді. Оны да ұққан жөн. Дұрыс екен, жолдас аға лейтенант. Аңдушы топ біраз уақыт үнсіз қалды. Шым шытыр ғой. Айдар алақанның астында тұр. Малдың кімдік екенін дәлелдемек боп ұстауға да болар. Өз мал екені анықталса болмайды. Сондықтан бұл тартпайтын дәлел керек. Қаруды табуға жет. Ай жеті қарақшын айналы жарқ етіп шам жамды. Алақандай ауыл тіршілікке еніп, қозғалысқа көшті.
Әлдеқайдан мотор үні естілді, ит үрді. Жақын маңда әлдекімдер әндете бастады. Сенбі күні кішігірім той-домалақ жасаған біреулер шығар. Түнгі дауыс ап-анық естіледі. Енді бір сәт ауыл ортасындағы репепродуктор сарнап қоя берді. Шықты, деді сыбыр еткен бөлімше инспекторы. Әне, тсс, Аюша қорбаңдаған алып денелі адам шам ұстаған күйі жан-жағын бір шолып ап қораға кірді. Әне екіншісі, деді, бұл жол тайыр. Екеуі қораға берік орнықтау деген сәтте Нұрбеков үйге де еніп үлгерді. Даңғарадай 4 бөлме. Ас үйге ескі киіз төселіпті. Зал үйді тінтіп шықты. Сезік туғызар ештеңе көрінбейді. Сөйтті де киім ілгішке жақындап келді. Ілгектен суыра бере, қолы қатты затқа тиді. Оқшанта екен. Көзілеспес жылдамдықпен іліп алып жанына қойды да, қара тонды ішіне қарай аударды. Ауыр екен. Қызықты қара, мылтық. Кәдімгі басы кесілген шолақ қос ауыз мылтық. Енді Малтүгелов менің қолымдасың, деді Нұрбеков қуанғаннан. Рұқсатсыз қару ұстағанды заң көтермейді. Сөйтті де апай-топай Оқшантайға жабысты. Патронның 4-еу атылыпты. Осы патронның ішінде Нұргүлдің есеп дәптерінің алғашқы бетінің бір бөлігі жатса ғой. Тіпті жазылмаған тұсы болса да бәрібір. Бұлтартпайтын дәйек деген сол. Нұрбеков жалма-жан қалтасын қарманып бәкісін алды да бізін ашты. Тек қағазды бүлдірмеу керек. Есік сықыр етіп ашылды да үйге Зағила кірді. Нұрбеков киім ілгіштегі қалың киімнің ішіне сүңгіп кетті. Ыңылдай ән айтқан үй иесінің қаперінде еш нәрсе жоқ. Тым көңілді. Ауыз үйдегі пешке дүрілдетіп от жағып, су ыстпаққа ыңғайланды. Бір шелек көмірді жанып тұрған отқа төгіп, қазанға толтыра су қойып сыртқа беттеді. Көнетөз күпәйкесінің белін белбеумен байлап тастапты. Мынасы несі, деді. Алғашқы патронның ұңғысынан суырып алған қағазды жайып жіберіп, Жас Алаш газетінің умаждалған бөлігін ажырата қарады. Жоқ, қателеспеуім керек, деді ол. Мынау дара оқтар. Оқшантайдың екінші жағынан бір патронды суырып алды. Асығып даярланған ба, емек біздің ұшына ілінген тығын қағаз сыртқа атып шықты. Қуанғаннан дауыстап жібере жаздады. Қағаздың түсі де қиығы да дәл келді. Тек тым умаждап жіберген екен. Ешбір жазуы жоқ. Енді патроннан Нұргүлдің аты шығатындай көрінді. Осы сәтте Нұрбековтың ойына әдемі бір идея түсе кетті. Қылмыскер белгілі. Тек оны бас көтертпей мойындату керек. Сөйтті де тығын қағазды ұқыптап, қайтадан патрондардың ішіне тықты. Оқшантайды жатаған столдың үстіне қойып, сақтықта қорлық жоқ дегенде шолақ мылтықты тексеріп, орнына жайғастырды. Сөйтіп сыртқа беттеді. Еттің қызығына беріліп кеткен Айдар мен Зағиланың тірлігіне сәл уақыт сыртынан қарап тұрған Нұрбеков бір сәт, Азамат Малтүгілов, соғым шүйгім болсын, деді де кекесін мырс етті. Селк еткен Айдардың даусы қатты шығып кетті де, есік көзіндегі бейтанысқа көзін көлегелей қарады. Айтқаның келсін, қуырдақ жеуге дайындал, деді. Айдар сол қолындағы балтасын оңына айырбастап. Оның бола қоймас Малтүгілов. Қаруыңды таста. Нұрбековтың қолындағы пистолетті көрген Айдардың қолындағы балтасы жерге түсіп кетті. Сіз тұтқындалдыңыз, Азамат Малтүгілов. Бұл екі ортада тайырмен болсан, Айдардың қолын артына қайырып кісен салып үлгерген. Көрмеген сорым осы еді, деді де, осы сәт Зағила дауыс шығарып. Өшір үніңді, деді ақырып қалған Нұрбеков. Қақыларың жоқ, сойып жатқаным өзімнің ақ адал малым. Азамат бастық, деді Малтүгілов бажылдап. Оны әлі тексереміз. Үйге алып жүріңдер, деді Нұрбеков қатқыл үн қатып. Есіктен еңкейе кірген Малтүгілов стол үстінде жатқан Оқшантайды көргенде кереуетке сылқ етіп отыра кетті. Артымда ашқан албасты қаншығай. Менің дүниемде нең бар еді, деді Айдар Зағилаға түйіліп. Зағила үндемей бұрышта тұрып қалды. Анау күні ертеңгісін дастархан жасады да, Айдарды шақыру үшін бөлмеге кіріп келіп зәресі ұшып кетті. Болашақ күйеуі оңғысы кесілген шолақ мылтықты жанына қойып, сап-сары жез патрондарды ары-бері қойыстырып Оқшантайға тізіп жатыр екен. Ау, мұның не, деді келіншек, көз тас төбесіне шығып. Бұл ма? Бұл құбыжық, деді ыржия күлген Айдар. Зағилау, жігіттің жеті қаруы бар. Суырылып тұрған ақбозым бар. Бұл бірде, мылтығым міне 2. Іздеп жүрген саған жолықты мүш. Енді бөрге түсер қыран керек. Ақжонтайдың, менің бір досымның тазысы күшіктеп жатыр. Жүйрік тазаламын. Мына құбыжықтың басын кесіп тастағаның қалай? Әй жаным-ай, осы күні пагон таққандар құтырған жоқ па? Айтқанымы көнбей тартып алады. Оның үстіне түрмеде отырды деген қара жамауым бар. Жауып тастауы да мүмкін. Солай де. Мен шекара базда бөген кооперативінде мал бағамын.
Үйің күйің қайда? Зағила тосын сұрақ қойғанына ұялып қызарып кетті. Үйімде отырған жоқпын ба, деді Айдар, Зағилаға күлімсіреп. Дегенмен де, деді Зағила айылын жимай. Әке-шешеме өкпелеп үйден кетіп қалдым. Оның өзі бір хикая. Ана Сәлима қатынды қорғайды түге. Ол мені темір тордың ар жағына шірте жаздады. Енді түсіндің бе? Зағила басын изеген. Тұра әлі. Жалғыз баласы Зағила сұлуды жетектеп алып, барғанда ішкен асын жерге қояр әлі. Зағила жігіттің бір сөзіне сенсе, бір сөзіне сенбейді. Ит құс қаптап кетті түге. Жаңа туған құлындарға өш. Айтпақшы, соғым соймайсың ба? Жауап орнына Зағила басын изеген. 2-3 күнде бір малды жайратамын. Тек аузыңа сақ бол, жаным. Зағила тағы шошынды. Ел жұрт не дейтін білесің бе? Өзіңе өсек таңылмасын дегенім ғой. Зағила қуанып сала берді. Енді міне, Зағила Бөлікбаеваның еш жазығы жоқ. Мынаны іздеп тапқан мен, деді Малтыгүлов. Черт с ним. Суық қаруды тартып алуға қақыларың бар. Қасқыр шапса малымды қырғызатын менің басым екеу емес. Ала беріңдер. Менің қолымды кісендеуге құқыларың жоқ, деді Малтыгүлов гүргір етіп. Шамасы Малтыгүлов малдың кімдікі екенін анықтап, мылтығымды алады деп ойласа керек. Даусы өктем-өктем шыға бастады. Зағила, ана етті сасытпай жайып ал. Азамат Малтыгүлов, мына тон сіздікі ғой? Иә, менікі, деді. Көзінің еті қызарған тұтқын. Ал мына мылтық ше? Ол да, кінәм мылтыққа тіркетпегенмін. Заңды жақсы біледі екенсің. Ал мына оқшантай да сенікі ғой? Әрине, мылтық ұстаған соң оқшантай да қажет. Әй, Малтыгүлов, ана жақтан ақылың кіріп қайтпапсың. Түсінбедім, жолдас бастық. Түсіндірейін. Нұрбеков қалтасынан бәкін алып, патронның оңғысындағы қағаз тығынды алып стол үстіне қойып жаза бастады. Патрондарды оқтағанда өзіңсің ғой? Иә, азамат бастық. Оңғыдан шыққан тығын қағазды жазып көргенде Нұрбековтың өзі де қуанып кетті. Дәлелді патронды келесі кезекте ашпақ еді. Мұндай сәттілік болады екен-ау. Тығын қағазда Нұргүл Бөлікбаеваның деген жазу тұр еді. Бөлме іші бір сәт тынши қалды. Нұрбеков мына тосын әрекетімен бәрін тіпті милиционерді сиқырлап алғандай еді. Бәріңіз куәсіз ғой. Ал енді мына қағаздарға, мына менің қалтамнан шыққан қағаздарды құрастырып көрейік. Ал хат танысаң. Малтыгүлов дауыстап оқып шықшы. Айдар мүдірген жоқ. Нұргүл Бөлікбаеваның есеп дәптері. Олай болса сіз ұрысыз, қылмыскерсіз. Қалайша? Онда Сүгеті кооперативінің малшысы Қойбағаровты атып 21 сиырды айдап кеткеніңізге, Алғабас ұжым шарындағы Қырбасовты атып 4 сиырын олжалаңызға да түсінбейсіз бе? Түсінбедім, деді Малтыгүл көз жыпылықтап. Мен мал ұрлаған жоқпын. Ятсыз, ұрлықтың түбі қорлық. Малтыгүлов, мына менің қалтамнан шыққан қос тығын қағаз сіз адам атқан жерлерден табылған. Аңқау екенсіз. Ал оқшантайдағы патроннан шыққан тығын қағаз соның жырындысы емес пе? Жаңа өзіңіз сауат түрде оқыдыңыз. Яғни сіз осы үйде тұратын мына адамның қызы Нұргүл Бөлікбаеваның есеп дәптеріндегі алғашқы бетін рұқсатсыз жыртып алып, патрон оқтағансыз. Енді түсініктеме? Малтыгүлов басын төмен сап күрсініп қалды. Есікке сүйеніп тұрған Зағила мырс ете түсті. Бәсе, анау күні қызым жылап жүргенде саған кір жуытпап ем, деді күңк етіп. Соғымың құрсын, бүлінгеннен бүлдіргі алма деген. Азаматша Зағила Бөлікбай қызы. Мұндай боларын ерте ойлану керек еді. Енді ештен кеш жақсы. Алып жүріңдер, деді Нұрбеков Зағилаға мысқылдай қарап. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Шәкен Күмісбайұлы. Әңгіме ұнаса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар.